Бүгінгі күнгі сабағымыздың тақырыбы экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм түрлері. Сабақ мақсаттары: экстремизмнің түрлерін ажырата алу, экстремизм, терроризм, олардың сипаттарын білу, қазіргі әлемдегі террористік қатердің өсу себептерін түсіну. Экстремизм дегеніміз не? Сіз бүгінгі таңда жер жаһанды қатты алаңдатқан экстремизм, радикализм, терроризм деген адам құлағына түрпідей тиетін атауларды жиі естіп жүрсіз. Ал бірақ оның байыбына барып көрдіңіз бе? Расында бейбіт қоғам мен мемлекет іргетасын шайқалтуға тырысатын мұндай жат пиғылды ағымдар туралы сіз ойлануға қорқасыз. Оның мән маңызына тоқталып, діни және құқықтық тұрғыдан ізденудің орнына бастан құлақ садаға дегендей басыңызды ала қашасыз. Ойланыңыз, өйткен оның салдарынан теріс ағымның жетегінде кеткенін білмейтін, ұлттық табиғатына қарсы шыққанын сезінбейтін, жалпы мемлекеттік қағидаттарды ұғынбайтын, жалпы адамзаттық игіліктерді мойындамайтын, беде ойлы, алқа қотан әрі оқшау азаматтар мен топтар пайда болып, ондайлар қоғамның берекесін қашыра бастағанын байқамайды. Есте сақтаңыз, экстремизм деген шеттеу, орталықтан ауытқу, белгіленген жерден тыс кету деген мағынаны білдіреді. Яғни қоғамдық және жалпы тәртіпті мойындамайтын, өзін білермендікпен ғана іс-әрекет жасаушы деген сөз. Экстремизмнің келесідей түрлері бар: саяси, діни, экономикалық және экологиялық. Саяси экстремизм қоғамда мемлекетте қалыптасқан саяси жүйелерді бұзуға, оларды басқа түрдегі режиммен ауыстыруға бағытталған әрекеттер. Діни экстремизм қоғам үшін дәстүрлі діни құндылықтар жүйесін және догмалық ұстанымдарды теріске шығару, сонымен қатар осыларға қайшы келетін идеяларды озбырлықпен насихаттау. Экономикалық экстремизм меншіктің әр алуандығын жоюға және қандай да бір түрін шаруашылық жүргізудің біркелкі әдістерін орнатуға бағытталған іс-әрекет. Экологиялық экстремизм қоршаған ортаны ғылыми-техникалық прогрестен қорғау мақсатындағы топтар мен қозғалыстардың көп жағдайда қоғамдық тәртіпке қауіп төндіретін немесе қоршаған ортаны қасақана кең көлемде ластайтын құқық бұзушылық түрлері. Терроризм қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, тұрғындарды үрейлендіру немесе билік органдарының шешімдер қабылдауына әсер ету мақсатында жүзеге асырылатын іс-әрекет. Экстремизмнің пайда болу себебі адамның надандыққа, көрсе қызарлыққа бейімделген көзқарасынан пайда болады. Тек менің ғана пікірім болуы керек деген ұстанымға ие. Бұл экстремизмнің алғашқы белгісі болып саналады. Экстремизмнің тағы бір көрінісі айналасындағыларды көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келмейтін адамдардан шығады. Лаңкесшілер дұрыс бағытқа жол көрсететін адамдардың кеңесіне мүлдем құлақ аспайды. Экстремизмнің құрбандары өздерін ең таза кіршіксіз деп санап, басқаның барлығын адасушыларға жатқызады. Жөн білетін азаматтарды мойындамайды. Осының салдары әлемде түрлі келеңсіздіктер мен қантөгістерді туындатып жатқанын түсінуіңіз керек. Сөз соңы, түсініңіз, экстремизм деген қылмыс. Қоғамның бейбіт тірлігі мен берекесін кетіретін экстремизмді ешқашан ақтауға болмайды. Экстремизм және терроризмнің туындау себептері қандай? Мысалдар келтір. Терроризм деген бейбіт тұрғындарға бағытталған соғыс, қастандық. Әрбір патриот азаматтың міндеті осы қатерден отанын қорғау. Рефлексия, белгілеу әдісі. Келесі бағандардан тұратын кестені толтыр.